Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Сейко Кесет және де менің қасымда Ако. Және де біз бүгін Майнкрафттан жаңа Майнкрафтты екінші бөлімін жалғастырамыз. Және де мен үйге кішкене өзгешелік енгіздім. Және де мына жерді де тасалап қойдық кішкене. Мына жерді де тасалайтын едік, бірақ та мына жерді тасаласақ, мына жерде мынаған түсіп кетеміз да. Сол үшін тазаламадық. Яғни не болып кетті? Біз мынаның үстіне егін егеміз енді. Енді бүгін біз егін шаруашылығымен айналысып көреміз, бірақ та одан бұрын менде бір бидай бар, сенде бізде 5 не бар екен ғой. Соны егіп қой сен. Сосын оған шарбақ жасау керек. Шарбақ үшін ағаш керек. Сен ағаш жинап бер. Ағаш жинап келейін. Ал мен болсам егін егетін істеймін. Бізге айтпақшы, егін егетін кезде желесі керек болады ғой. Ол не үшін? Енді желікпен су құймаймыз ба? Жарайды, железені табамыз ғой. Тапсақ табамыз, бірақ та егіннің жерін істеп қоя берейік. Егінді мына жерге істеймін мен. Так. Менің нем қайда? Не? Айтпақшы достар, біз және де видеоның басына бір зомбиді өлтірген болатынбыз, Солотой кеңмен жүрген, содан бір штан және де біріне шыққан болатын. Уже кеш болып жатыр, ақ толқын. Қазір ұйықтамасақ болмайды. Мынаны істей салайын мен. Мен кеттім, ұйықтай берем. Ұйықталамын екен. Ұйықта. Тезірек. Мама, ертең сататын зомби жүр. Өлтіріп сен қазір. Өтсе түмен адан алып. Сол ғой. Осыдан қорқып ұйықтай алмай жатсақ та. Мен қазір мына жерде ертеңге дейін жүретін шығар. Қой. Өліп қалмай. Өліп қалмай дене жоғалып кетпей. Отаң атты. Енді жаспын есікке. Қой қайта жақындап қойыпты бізге. Достар, келесі бөлімнің шыққанын қаласаңыздар, лайк басып кетіңіздер. Так, мына жерде крипперді өлтіріп көрейік. Жарып кетті енді криппер достар. Сосын біздікі қуып кетті, кірген сонша. Достар, мінеке мен қайта оралдым. Және де достар, менің қарным ашып қалыпты екен. Қазір қойдың етін жей алайын. Піспеген болса да. Ақты өлтіріп біз қазір. Паук. Қоша шықты біз. Так. Паутинасы шығып атты. Мәсәко, шарбақ жасапса. Қалай жаз? Қай жерге егетінімізді ойластыру керек. Достар, енді неке шаруақты жасап баставатым. Кішкене болса да. Достар, әзірге мен шағын шаруақ жасайым. Так, әлде дағы кішкене кереккен. Сенде туып бар ма? Басқа саты істейін деп едім. Бір. Туып бар ма сенде? Менің тек 8 ағаш бар. Бер соны. Сындыр жүрме.
Мен ағаш жинап келейін. Сакон қалып жатса маған балта жасай салшы. Иә, қалады ғой. Бірталай қалды даже. Мына жақта екен. 18 туған. Бізге 2 керек осыдан. Өйстіп қоя салайыншы. Енді достар, кешірім сұрайын. Және де мен балта жасай салайын. Тас балта бір. Сандыққа салып кетем. Сандыққа салып кеттім. Және де достар, біз мына жақтан әлі аяқтамадық. Аяқтамадық дегенде дұрыс жасамадық. Мен жасап кетем ады. Киркам бақты мен. Менде кирка бармайды айтпақшы. Кішкене бүйтейін достар. Аттан естейтін болдық. Бізде алма бар. Бірақ та аттың үстіне отыратын не жоқ қой. Жасаймыз ғой, бірдеңе тауып. Мен гүлдер жинауатын. Иә. Егіп қоямыз. Кирка мен жинамайшы, кирканың шешіне кетеді ғой. Ештеңкпіз. Маған кирка келеді. Еще неғып ағаш сындырып жүрсің? Мен балта жоқ қой. Кәдімгі қолмен сындырған мен бірдей болады ғой. Кейін аңғар. Бір машинаны оғымен сындыратын. Достар, мен және де шақтаны қасып бастадым не? Саңырауқұлақ бала өзі? Қыз. Саңырауқұлақтар ғой? Ол керек көзге жейді ол. Егер де ана өзінің жейтін затын істесең жеуге болады. Өзінің жейтін заты болмай онда керек емес. Ол үшін ағаш керек болады, басқа да саңырауқұлақтар керек болуы мүмкін. Мына жақта қараңғы екен. Лучше мен басқа жақтаға барып бір не істеп келейін. Көмір істеп келейін. Көрініп жатыр. Мен азық іздеватырмын. Ол керек қой. Достар, және де үндемей қалғанымызға кешірім сұраймын. Мен оның айналасына егілмей ма мені? Ит жүр. Сакон, ит жүр. Ит? Керек па? Бізде сүйек бар еді ғой. Менде кап-қазір жоқ еді. Қаяқтасың сен? Сүйек қайда? Ит қайда кетті? Неге 4 сүйек бар екен? Аласылды. Ит қайда кетті? Сен қаяқтасың? Мәссамнан да бір қой өліп қалыпты. Еще қасында еттері бар. Сен қаяқтасың? Итті таба алмай қалып жаңа жүреді. Жоғарырақ шығайын, көрінетін шығар. Сенің жасың қасымда тұр. Телепортация маған. Жоқ. Бүйтіп читерсті қолданбай қояқ. Маған қарап тұр ғой. Күшік па анау? Мынандай зат білмеймін. Күшік ау деймін. Ана жерде шахта бар екен. Так.
Сен қаяқтасың вообще? Достар, қазір тапқаннан кейін жалғастырамын. Достар, енді ана итті біз таппай қалдық. Және де қатып жатыр достар менің телефоным. Және де мен ағаш сындырып кішкене үйді үлкейтем ау деймін. А то ана коровкада мен шаршап кеттім. Так. Достар, енді айтатын болсам, телефоным кішкене қатып кетті. Достар, мінекей жалғастырып жатырық, және де кеш болып кетіпті. Мен ұйықтайын ерте. Еттерді пісіріп қойшы. Еттерді пісіріп қойшы. Жарыс, ұйықташы жылдан. Ұйықташы дейм. Ақтолқын, ұйықташы. Достар, қазір таң атқан соң. Зомбидің заты кереміз қоян. Достар, мінекей таң атты, және де нерден есік жасаймын ау деймін. Және де менде балда бар ма екен? Керкада бір балда тұрған. Сен алмадың ба ол балданы? Жоқ. Тұр бе. Қазір балдадан Мен пеш жағып кет, менді кешке шейін піссе тамақ жейміз. Енді мен нәрді не істеп жатырмын? Шындырып жатырмын. Мен гүлдер егіп жатырмын жаңа бақшамызға. Иә. Так. Достар, неге енді жинап жатырмын кішкене. Болсыда. Бізге су алып келетін не керек енді? Шелек керек бізге. Қойдың мақтасын естуге болады. Қойдың мақтасымен. Крем жасауға болады, айтпақшы. Онда мен қазір қойды көп қылып отырып кейіп. Сакон, ана не пеште ағаш. Сегіз мақта болды. Міне табырып плюс мақта. Мен алтындағы ана есікті бекер өртеп жіберіппін. Тамақ пісіретін кезде. Енді? Нәрге есік керек болып тұрды. Ой, есікті жасау оңай ғой. Оңай ғой, бірақ үш есік шығып кетеді ғой. Үш есік шықса, қазір бақшаға қоярмыз. Бұл бақшаның өзінің есігі бар емес пе? Жоқ, оған или екі қатарлы қыламыз. Бөлме қосайық қазір үйге. Иә, сол қосайын деп отырмын мен бөлмені. Налардың істеп алайын кез. Ағаш кемеңді. Так. Мен осыларды өйстіп олайын. Отырып, наларды басайын өйстіп. Достар, қазір соғып болған соң жалғастырамын. Достар, мінекей видеоға қайта оралдым мен, және де мен найырды шөйлерді істеп жатырмын өйстіп. Кеш батып кетті, енді ұйықтауым керекпін. Найырге қойылып кетті енді. Ұйықташ тезірек келді. О, Сака мен не таптым дейді, деп анады. Көмір ма? Көмір таптым. Көмір ма? Аты анер қараң болып тұрады. Жақсы болды, көмір тапқанымыз. Сол ғой. Көмір табу қиын екен емес. Келесі табу кішкене қиынды көмірден де. Бірақ та көмірді тапқанымызға да шүкір дейік. Мәсәле, сен жаса. Мен далаға кеттім, тағы да заттарды не істегім келді. Достар, мінекей енді менің телефоным қатып жатыр кішкене. Бес көмір тауыпсың ғой. Бізде балка бар ма екен?
Балка жоқ. Менде бір Тоқташ тағы бір үлкен. Тағы да үй қосамыз, а? Қостым ғой жанына. Қас? Қарасай. Осы жаққа заттар керек та бізге. Сен ана диван жасайтын диван бар ғой бізде. Сол бөлмеге бір диван қояқ, бір бөлмені маяққа. Ана не ғой, ұйықтайтын бөлмені сол жаққа көшіреміз қазір. Әйтпесе. Ой, Достар, не болды? диван шықпай қалды да. Соған ойлап қалған ғой, шықпай қалды. Содан кейін мен не істеймін дедім. Факел. О, шына факел шықты. Әсірге қоймай тұра тұршиш. Менің диваным кетіп қалды ма? Кетіп қалды ма не? Иә. Жасап ала қояйық. Жоқ, сенің диваның кетіп қалды. Жоқ, менің диваным өзімде тұр. Онда жарайды. Менікі қойды. Маған Сен алып- мына шетіне қоясың, иә? Маған алып кеткен ғой онда. Жәкі сенікінің астын мен істей жіберейін. Палка керек па саған? Мен ағаш жинақпен бе, бес ағаш жинақ. Жоқ, керек емес, жасап алдым осы факелдерді. Достар, неге енді осы өстіп істеп жатырмын. Әсірге. Барынша жасап отырып енді достар. Закон. Сүйекпен мынандай жасаймыз ба? Жоқ, керек емес. Бірақ керек болуы да мүмкін, бірақ та әсірге жасамай қой. Итті болсақ, оны асырауға керек болады. Жоқ, бір түйірін жасаймын ғой деп. Бізге ағаш керек. Бір түйірін жасасаң да, ана не да, ит асыранбай қалуы мүмкін ғой. Жарайды. Менде ағаш қалмапты. Мен кеттім ағашқа барып келейін. Жақын маңда ағаш жоқ қой жұртта. Оны ерте жұмыртқа жатыр екен. Закон сандықта анандай 11 ағаш салып қойдым. 11? Қандай? Үйдің несіне ұқсайтын андай. Иә. Онда соған барып қойын. Достар, енді осындай жерлер дұрыс аяқталмай қалды. Мен тағы да ағаш, 5 ағаш бар, соны өңдеймін. Және де нерде жер тұр. Жаңа мінген болатын осы жерлермен. Так. 11 ағашпен мен істеп тастайын. Мен ағаш жинап келейін, тағы да бар. Балта жасап алайын. Сол ғой. Жаңа ұмытып кете берем, балта жасап аламын деп. Менде тас балта бар, мә. Берші. Лақтырдым жерге. Как? Жоқ, менің персонажым отырып қапты. Айтпақшы, менде күрек бар екен. Сен егілетін жерді кішкене қазып жіберсейші. Тек бетін алайын ма, бірақ сонда жақсырақ болады, әдемі болады. Так. Қой жетті. Сенің 11 ағашыңнан бір ағаш қалды. Қазір мен тағы жинап келейін дедім. Айтпақшы, менде факелдер бар екен. Аяққа түсіп келмеймін. Ерге бір факел қоя салайын. Лопатамен сындырамын ерді. Факелді екінші қолыма ұстауға бола ма екен? Болмай ма не? Жарайды, болмаса болмай қойсын. Менің теркам. Не теркам? Қазір шилиса тапсам, күшті болатын еді. Достар, бақшыдай. Достар, енді даусым шықпай қалды. Және де не айтайын өтқанымды ұмытып қалдым мен.
жарайды, шахтаны қаса берейін. Сонда железо тауып қалар, не болса да. Так. Неге қасып отырмын енді айтатын болсам, көріп тұрғандарыңыздай. Ерге бір факел қойып жібермесем паным болып кетті. Жаңа қосқан бөлмеге де факел. О, железо таптым. Таскер қағаз сынады ғой, да? О, сынды. Йо, мына жерде железо толып тұр ғой. Айтпақшыдай, бізге балық керек па? Балық білмеймін. Керек болады ғой, қарнымыз ашқанда. О, мен балық ауладым. Өлтіріп па? О, менде 8 не бар әсірі. Не? Железо? Иә. Мен 27 ағаш жинап келдім. Иә. Үйге барып өңдеп қойын. Так. Достар, енді о, мен мына 8 ағаш. Сақана қара, мен қанша 64 ағаш шықты. 16 ағаш жинасаң 64 шығады. 64-ші. 264 салпай. Өзімде бірдеңе қалды ма екен. О, бір железо дайын болыпты. Не жасаймыз железодан? Қалған железіне қылыш жасаймыз ба? Жақсы болса. Так, мен жаңа балығымды пітчек етіп қуырып жіберейін. Так. Қалған қалай жасайтын еді? Есіме түскен сияқты. Ағаштарды сандыққа салып қойдың ба сен? Ой, кешір. Ой, қашы? Ағаштарды сандыққа салдың ба? Салыпсың ба? Мен тамақ пісіріп Так. Пешке бірден салып атсың бәсе. Ана жанбай атқанға. Ойлап қалсам. Достар, енді неге соңғы 2 железо алды. Соңғы железо алды енді. Сандыққа ағаштарды салып қойын. Ана сандықты үлкейту керек еді сосын. Ой, оңай ағаш толтырып салып қойдың ішіне. Сандық жаса. Айтпақшы біз желек жасауымыз керек. Ұмытып кетпейсің. Соған негізі жинаған едік біз дейтін. Железодан. 4 железо алды. Бір қалған шығады қазір. Бір нестен енді қалқанға бізге не керек еді? Ағаш. Ағашты алайын сандықтан. Мен бір қашсыз. Мен бір қалқан жасайым. Мен саған бір қылыш. Лақтырдым бір қылыш саған. Ой, аяқ киімін салдықтың айды. Мен қылыш лақтырдым. Міне сандықты үлкейттім. Қылыш. Пештің жанында тұр. Ой, келді. Менде қалғанда бар. Тамағымыз пісті ма өше? Мен шахтаға барып келем кәз. Тағы да железо тауып қалсам. Өзің білесің ғой. Біздің тағамдарымыз дайын болып қалыпты. Достар, енді артық достар шықса кешірім сұраймын әрине. Және де көп кешірім сұрап кетіппін алдыңғы видеода.
енді тағы да желиса табылады деген ойдамын. Хотя бы бір желиса достымға да бір қалқан жасап беретін. Так, қаса берейік мына жаққа қарата. Қасы. Сөйме. Адам мені сұрақ болған еш. Және де тағы бір кешірім сұрайын. Тамақ ішіп отқандар болса, нерде. Факел қою керек маған таласыр. Беркім сыңладыр шаймен. Что-то железа шықпай отыр ғой. Даже көмір де шықпай отыр железады. Что-то не болса да қаса берейік, бәлкім шығып қалар. Екінші кірка істеп келдім. Ой. Маған тез арада деген өлтіру керек. Сиыр өлтіру керек маған. Мен сиырден не жасайын жатырмын, ер-тоқым. Ер-тоқым? Ой, ер-тоқым ба? Ер-тоқым істегенмен анау отырғанда басқаратын затты ол қармақпен отырып тосын немесе жердің астынан бір сандықтан шығуы мүмкін ондай. Так, кірка. Келесі кірка жасалайын мен. Жұртта зомби жүр ғой. Жақынымда. Айтпақшы бізде су жоқ қой. Ұйықта болды. Әлі ұйықтамаймын, не? Қорқып жатыр біздің персонаж. Ұйықтауға. Кеттік, өлтіріп берейік. Қорқып жатыр аты. Зомбилардан. Мен зомбидан қорқып жатқан сияқты. Қылшымызбен бұрылсам өлікті қалады. Мен тас қылышын ауыстыруым. Маған бас киім бер. Бірақ железный простой бас киім, бірақ менде тағы бас киім бар. Ешін етпес, сакон саған. Маған берсі. Несі аз емес, уровень нормальный. Ортасына келеді. Берсі. Тағы да бірдеңелер бар ма? Айтпақшы, маған өрмек үшін несі керек? Жіп жасауға. Балақ. Да, кенде ұйықтайым екен. Ой, ұйықтайды кен. Бос. Маған стрейз керек, сосын мына жақта стрейз жүрмейді шығар. Стопқа қоя тұрайын. Достар, енді видео көп болып кетіпті, 28 минут. Енді қоштасайық сіздермен бірге болған мен Сико Изет. Және де Ако Кинг. Ако яғни, бірақ та ол енді Ако Кинг деп айта берейік. Және де мен етше болмасам, қармаш бұтты. Өйткені Free Fire ойнаған. Сіздерден де видео күтсеңіздер, комментарияға жазып кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар.